Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздермен өте қарапайым, тез, оңай жасалатын, өте дәмді әрі жұмсақ пирогтың рецептісімен бөлісемін. Бірінші кезекте ыдысымызға жұмыртқа мен қантымызды салып, миксермен 2 есе ұлғайғанша, аппақ масса болғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Бөлме температурасындағы сары майымызды салып, біркелкі масса болғанша миксерлейміз. Енді осы массамызға сүтімізді құйып, тағы да біркелкі масса болғанша миксерлеп аламыз. Ұнымызды електен өткізіп, үстіне разрыхлитель салып, біркелкі масса болғанша жақсылап миксерлейміз. Бізде осындай қамыр пайда болады. Осы қамырымызды 24 диаметрлік формаға пергамент қағазын төсеп, біркелкі етіп жайғастырамыз. Үстіне қалауларыңызша жеміс, жидек, шоколад қойсаңыздар болады. Менде грек жаңғағы. 180 градуста қызып тұрған пеште 35-40 минут аралығында қызарғанша пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, тіркелуді де ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.